Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Есімім Нақыпбақшан, Шымкент қаласы. Бүгін мынау Шымкент қаласындағы Атышулы дейміз бе, не дейміз? Сол мешітке келдік. Шымкент қаласының көркіне тағы да бір мешіт салынып, керемет көріп беретін болды. Мына жерде жаңадан ашылған мешіт. Адамдардың бәрі қыдырып, серуендеп, кешкі серуендеп жүр. Сыртқы көрінісі әдемі. Көзің төмен қарасаң. Қазір енді бұны Қазақстанның бәрі көрген шығар. Бүкіл Қазақстан көріп. Енді бұны өзіміздің әлеуметтік парақшаға да салатын болам. Себебі бұндай әдемі нәрсені көрмеуге, әдемі нәрсені салмауға болмайды. Жақсын көрмекке дейді. Адамдардың бәрі қыдырып жүр. Кешкі салқынмен. Бүгін Құрбан айттың екінші күні бітті. Енді ертең соңғы күні, Құрбан айт үшінші. 2024 жылы Құрбан айттың үшінші күні ертең. Бүгін екінші күні. Бүгін келуді нәсіп етті Алла Тағала бізге. Мына үйлердің Шымкент мегаполис дейміз ғой, бірақ енді осы ғимараттар, зәулім ғимараттар халыққа жұмыс жасап, халыққа қызмет етіп, халықтың тұрмыс тіршілігі де осыған сәйкес жоғары болса, осы мешіттің көркіндей болса бәрі, сол кезде нұр үстіне нұр болар еді. Бұл биік үйлер, биік зәулім үйлер, осындай әдемі нәрселердің барлығы халықтың игілігіне жұмыс жасау керек деп есептеймін. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына ертең келіп, өзімнің біраз қордаланып қалған сұрақтарым бар. Бұл жерде патва бөлімі бар мекен, жоқ мекен білмедім. Қазір ішіне кіріп көретін болам. Патва бөлімі, имамдар қай жерде отырады? Имамдар мешіт қызметкері қалай болады? Олардың қызметтік жұмыс уақыты қандай уақыттарда жұмыс жасайды? Соның бәрін түсіріп, осылай көретін боламыз. Бұл жерде ең бастысы мынау қызметте ғой, қызметте. Аяқ киімді шешіп кіріңіздер. Бұл жерге аяқ киім шешіңіздер, әйелдер қауымына кіруге болмайды дейді. Әйелдер бөлмесі бар ма негізі? Әйелдер намазханасы келесі. Келесі ма? Бұл ерлерге ма? Аяқ киім саламыз. Аяқ киім қолға аламыз. Тұра берсе болмай ма? Арнайы полкаларға қоямыз. Жақсы. Бисмилlah, ассалаумағалейкум. Мына мешіт, аяқ киімдер белгілерін қойып қойған. Жеке мүліктің жоғалуына мешіт әкімшілігі жауапты емес. Қазақ тілінде, ағылшын тілінде. Мына керемет
керемет. Мынау үлкен мынау мықты етіп салынған. Оның енді қанша адамға арналған, қанша қаржы жұмсалған, қанша көлемге салынған, бүкіл ақпараттардың бәрін келешекте аяқ киім қоятын орын ар жақта екен. Қызметкерлер бөлмесі қай жағында, білмейсіз ба? Қазір оны енді кешке жақын болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Қазір көрейік. Мына жерде аяқ киім қоятын орын. 80-ші орынға қояды. Ассалаумағалейкум. Енді бұл жерде мындай киім шешетін арнайы орындар бар екен. Сейітжан Қари үлкен мешіті гардероб дейді. Енді мына жерде көрейік. Іштерінде мына аяқ киім қоятын орындар, арнайы жәшіктер. Мына 300 бір нәрсе, 324. Мына жер жабық дейді. Бұл шығатын жағы. Енді қазір көрейік. Үлкен залына кіріп көрейік. Енді қазір мына жақта үлкен бөлмесіне кіріп көрейік. Қазір мынау кіреберісі. Кіреберісінің өзі бір үлкен бір музейлер сияқты, бір көрмелер сияқты. Енді бұл жерге адамдар келіп, аралап, көріп кететін сияқты. Кіру. Әзір. Бүгін дүйсенбі. Жеке мүлік деген өте қымбат нәрсе сияқты. Әкімшілік жауап бермейді дейді жеке мүліктің жоғалуына. Мына бүкіл аяқ киім шешетін белгілерін қойып тастаған. KLM L3. Қазір кіріп көрейік. Енді мына жердің үлкен несін өшіріп тастаған ғой мына жерде. Мынау енді қазір кешкі уақыт болғаннан кейін өшіріп тастаған сияқты. Мынау енді осында 2 залы бар. Маған дейін ашылу салтанатында қаншама халық келіп түсіріп әлеуметтік желінің бәрін жүктеп тастаған ғой. Енді өзіміз үшін де жүктеп қоямыз әлеуметтік желіге естелік үшін. Бірақ қызметкерлер бөлмесі қай жағында екен, а? Маған сол қызық болып жатыр. Сосын мынау екінші жағына қалай шығады екен. Енді қазір көреміз қазір. Сұрайтын адамдар. Қазір Құдай қаласа құптанды оқып кететін жеріміз осы жерден. Имамдардың бөлмесі қайғында екен. Ассалаумағалейкум. Қызметкерлер қай жерде отырады? Мына мешіттің имамы. Сыртта ар жақта ішерде коридорда кірсе де болады, сырттан кірсе де болады. Қалай жүремін қазір? Сыртқа шығыңда, сыртқа шығып аяқ киіміңізді киесіз,
былай қарап жүресіз. Сіздерге көрсетіп қойған Құран оқу бөлімі деп жазып қойған. Сол жерде имамдар отыр, Құран оқып жатыр. Кезекші имамдар болады. Екі кезекші имам. Намаздың уақыттары қайда жазылған? Ол жақта жазылмаған ба? Жазылмады ма? Әлі жазылмады. Жақсы, қазір көрейік. Мешіттің имамдарына барып біраз сұхбаттасып мүмкін. Қазір Ассалаумағалейкум. Құрттан кіріп қалды ма? Жоқ, Қанша бар? 47 па? Қазір бір шамамен 47 минуттай уақыт бар екен. Оған дейін имамдарға барып, кішкене сұхбаттасып қайтайын. Мән-жайды біліп, сұрап, барынша ертеңге әрекет жасайын. Ертең біраз мәселелерді біліп алып қайтуым керекпін ғой. Күндізгі уақытта келіп. Майда балдар көп екен, кішкентай балдар. Оң жаққа полкаға қойыңдар. Имамдардың бөлмесі қай Арнайы жақта? кейінгісі дайындалып келіңдер шорттарына. Имамның бөлмесі қай жақта? Құран оқу бөлмесі сыр жақта. Имамның бөлмесі. Сырт жақтан барасыз. Құран оқу бөлмесі. Сыр жақтан кіресіз. Имамның өзінің сол жерде ме бәрі? Ұзақ па? Ұзақ па? Келесі ашықты қара Қазір көрейік. Асықпай. Құран оқу бөлмесі. Мешіт әдебін сақтайық. Қыз-келіншектер намазханасы. Құран оқу бөлмесі. Құран оқу бөлмесі. Ассалаумағалейкум. Құран оқу бөлмесі қай жағында екен? Мына жақта көрсетіп қойыпты. Құран оқу бөлмесі. Ассалаумағалейкум. Аяқ киімді қай жерге шешеміз? Шыстықта ма? Маған кезекші имамдар керек еді, бауырым. Есімі Нақып Бақытжан болады. Аудио бейне жүргізіліп жатыр. Кезекші имамдар бар ма? Сіз ба? Есіміңіз кім болады? Мейірбек. Отырып сөйлесек бола ма? Бисмилля. Мына мешітке алғашқы келгеннен кейін кішігірім сұхбаттасып кетейін деген едім да. Естелік болсын деп. Сосын бір-екі сұрақтарым бар еді. Мына мешітте пәтуа бөлімі бар ма, жоқ па? Бізде пәтуа бөлімі Шымкент бойынша Бекжан базардағы Ақмешітте. Ақмешітте, иә? Арнайы мамандар. Арнайы маман. Ол жұмыс күндерін білесіз ба, білмейсіз ба? Жұмыс күндері отырып. Кәдімгі дүйсенбіден бастап сенбіге дейін, да? Есімін айтып жарамайсыз ба, кім қазір пәтуа бөлімінде? Кезекші отырар. Кезекпен отырады ма? Бұл жердегі имамдар діни сұрақтарға жауап бере ме, бермей ме? Береді. Қанша имам бар бұл жерде қазір? Бір бас имам бар, 4 наиб имам. Бір бас имам, 4 наиб имам.
Қазір бас имам болып Ерсін ұстаз бекітілді, қателеспесем, өткенде жаңалықтардан байқап қалдым да. Бір ашылуына келген жоқ едік. Ерсін ұстаздың қабылдауына қалай кіруге болады? Әзірге қабылдап отқан жоқ, алдағы уақытта қабылдау күндерін. Хабарын қалай білуге болады? Мешіттің арнайы сайтында шығады. Сай осы мешіттің сайты бар ма арнайы? Сайты бар, арнайы Инстаграм парақшасы бар. Иә, сол Ерсін ұстазға да кіріп, бір-екі сұрақтарымды қойып енді қабылдауында босам деген ниет бар еді. Ол пәтуа бөліміне барам арнайы ол жаққа да. Ерсін ұстазға арнайы. Жақсы бауырым, Алла разы болсын. Берекелі болсын, жемісті болсын еңбектеріңіз. Қазір мұлай қарай мешіттің ішіне кіретін жақпы бұл? Иә, ішіне кіретін жақ. Аяқ киім тұра береді? Сыртпен аяқ киімін алып, сыртпен кіретін арнайы орталық есігіміз бар. Сол жақта сөрелер бар, аяқ киім бар, сол жерге қойып кетсеңіз. Жақсы, бүгін кеш келіп қалдым, негізі жұмыс уақытысында емес, енді айып етпейсіз енді. Камераға түсірді, үйтті деп қалмаңыз. Қазір барлық адамдар камерадан қорқады. Камерамен кірсең бір бәле іздеп жүрме деп ойлайды бірден. Мен айтамын да, бұл 21 ғасырдың құралы деймін да. Біз қазір барлық нәрсені, мысалы, видеоға түсіреміз, жүктейміз. Бір қателіктер болса сын айтамыз, мысалы да. Ол дұрыс қой, қарастырылу керек қой, мысалы. Ондай нәрседен қорқудың қажеті жоқ деймін да. Жақсы, Алла береке берсін, Құдай қаласа жұмыстарыңызға. Алла разы болсын. Сол сұхбаттасып кетейін деп едім да. Жақсы, ассалаумағалейкум. Керемет. Қазір Құдай қаласа мешітке кіріп, бір-екі құлшылық ибадаттарымызды жасап, Құдай қаласа құптан намазымызды оқып осы жерден қайтатын боламыз. Құрметті көрермендер, Алла тағала мынау жақсы игі істердің берекесін берсін. Осындай істер көп болсын. Осындай халыққа қызмет ететін мешіттер көп болсын. Медреселер көп болсын. Халық дінге жақын болсын, иманды болсын. Баршаларыңыздың назарларыңызға рахмет. Алла разы болсын. Ассаламағалейкум.